Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен қарастыратынымыз ұбт-да келетін 5-ші есептердің жинағы. 5-ші тапсырманың жинағы, есептер деп айтпайын, тапсырма деп айтайық. Жақсы, сонымен бізде 5-ші есептер бойынша жалпы электростатика тақырыбы бойынша кездеседі. Бұл жерде қандай сұрақтар болуы мүмкін? Зарядқа байланысты, беттік тығыздық, сақталу заңы, кулон заңы, сосын кернеулікке байланысты, потенциалдар айырымына байланысты, сосын конденсаторларды жалғау, электр өрісінің энергиясы деген сияқты заттар келеді. Енді бұл жерде А деңгейінің сұрақтары болғандықтан, бұл жерде теорияларда көп болуы мүмкін. Сонымен кеттік ал. Так, сонымен бірінші сұрақта дененің электрленгенін анықтауға болатын құрал. Так, дененің электрленгенін анықтауға болатын құралды біз электроскоп деп атаймыз. Сосын осыған байланысты тағы екінші құрал бар. Дененің электр зарядын өлшейтін құрал болса, ол бізде электрометр. Вольтметр дегенде бірден айта кетейік. Вольтметр бізде кернеуді өлшейтін құрал. Амперметр дегеніміз ол бізде тоқ күшін өлшейтін құрал, ал реостат дегеніміз тоқ күшін реттейтін құралды айтамыз. Жақсы, келесі, сонымен бейтарап су тамшысы екі бөлікке бөлінді. Бірінші тамшының заряды плюс 3Q болса, екінші тамшының заряды қандай? Бейтарап заряд дегеніміз ол бізде плюс пен минустары тең деген сөз ғой. Онда біреу плюс 3Q болса, онда екіншісі ол минус 3Q болады. Сонда екеуіміз қосатын болсақ, бізде нөлді беретін болса, ол бізде бейтарап заряд деп аталады. Сонымен бұл жерде жауабы минус 3Q болады. Жақсы, келесі сұрақ нүктелік зарядтардың өзара әрекеттесу күші, олардың қосатын түзу бойымен бағытталған зарядтардың модульдерінің көбейтіндісіне тура пропорционал және олардың арақашықтығының квадратына кері пропорционал. Бұл кулон заңы. Енді сіздер білесіздер, жалпы кулон заңын жаза салайық. К, мына жақта Q1 көбейтілген Q2 бөлінген жаңағы эпсилон немесе R квадрат деген сияқты. Бұл жерде енді эпсилонды алып тастауға болады, егер вакуум болса деген сияқты. Жақсы, осы кулон заңы айтпақшы жалпы электростатиканың ең главный заңы болып есептеледі. Жақсы, келесі сұрақ бізде нейтрон дегеніміз не дейді? Нейтрон дегеніміз аты айтып тұр, нейтральный деген сөзді. Нейтральный дегеніміз ол бейтарап деген мағына білдіреді. Сонымен заряды жоқ деген сөз. Заряды жоқ элементар бөлшекті біз жаңағы нейтрон деп атаймыз. Келесі нүктелік зарядтың шамасы 4 есе арттырып, ал нүктеге дейінгі арақашықтықты 6 есе арттырсақ, онда өрістің кернеулігі қандай? Нүктелік зарядтың өрісінің кернеулігі дегеніміз бізде К, сосын Q бөлінген R квадрат деген формуламен анықтаймыз. Енді осы жерге қоямыз. Мысалы, К-ның орнына қойып қойдық, Q-дің орнына зарядты 4 есе арттырдық, 4Q. Ал R-дің орнына 6 есе арттырып атырмыз, 6R квадрат. Сонымен ары қарай жазатын болсақ, бізде К, мына жақта 4Q қалпында қалады, мына жақта бізде 36R квадрат болады. Сонда 36 мен 4-ті қысқартатын болсақ, бұл жақта 9 қалады. Значит, бұл 9 есе кемейді дегенді білдіреді. Келесі сұрағымыз тоже осы кернеулікке байланысты. Енді осындай сұрақтар бізде қазіргі кезде негізінен көп кездесіп жүр. Тең қабырғалы үшбұрыштың төменгі қабырғасының екі нүктесінде теріс зарядтар орналасқан дейді. Үшбұрыштың үшінші төбесіндегі өрістің кернеулік векторының бағытталғанын көрсетіңіз. Қалай бағытталғанын көрсетіңіз деп тұр ғой енді. Енді біз білеміз, егер теріс заряд болса, онда теріс зарядтарға электр өрісінің кернеулігі енеді. Мысалы, екеуі де теріс болып тұр, екеуі де еніп жатыр. Енді бізде осы жерде жаңағы осы екі вектордың қосындысын табу керек. Екі вектордың қосындысын табу үшін біз осы жерден түзіп жібереміз. Сондықтан бұл жерде жауабы тік төмен деген жауап шығады. Келесі А нүктесіндегі орналасқан Q зарядтың электр өрісінің кернеулігі векторы бағытталған дейді. Енді мынау А нүктесі деген мынаны айтып тұр ғой. А нүктесі ол бізде білесіздер плюс заряд. Мысалы, кернеулік дегеніміз ол зарядтың күштік сипаттамасы ғой. Және кернеуліктің бағыты оң зарядпен бағытталған. Оң зарядпен бағытталды деген сөз оң зарядтан шығып жатыр деген сөз. Енді бұл жерде оң зарядтан шығып жатқан сызық ол бізде 5-ші сызық. Сондықтан біз 5-ті белгілейміз.
Ал егер теріс заряд болатын болса, онда теріс зарядқа енеді. Иә, оң зарядтан шығады күш сызықтары, ал теріс зарядқа енеді деп қарастырасыздар. Енді осы кернеулікке байланысты есеп екін. Бізде бірінші заряды берілген кернеуліктің 30 нанокулон, 30 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі кулон деп аламыз. Сосын ара қашықтығы радиусы берілген 20 сантиметр, ал бізде 0,2 метр деп аламыз. Енді бізден сұрап тұрғаны кернеулігін тап дейді. Кернеуліктің формуласына саламыз. Кернеулік нүктелік заряд болса KQ бөлінген R квадрат. Орнына қоямыз 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі. Мына жақта 30 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі. Ана 0,1-ді квадраттаймыз, ол енді 4 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі деген сияқты. Мына жерде екеуі қысқарады. Осы жерде мен 9-ды 30-бен көбейтіп 4-ке бөліп тастаймын. 9-ды 30-ға көбейтсем енді 270. Так, 9 көбейтілген 30. Осыны бөлемін 0,104-ке. 6775 деген жауап шығып тұр. Сонымен мына жерде болды. Жақсы, мен енді кернеулікке байланысты жалпы бұл негізі электростатика деген өте үлкен тақырып қой негізі. Бірақ осы бойынша ОБТ-да жалғыз-ақ сұрақ келеді, А деңгейінен деген сияқты. Негізі былай қарасаң өте көп сұрақ келу керек тақырып сияқты, бірақ А деңгейінен жалғыз сұрақ келеді. Оның ішінде біз көріп отырмыз, жаңа басында айтып кеттім сіздерге. Жақсы, енді келесі суретте потенциалға тоқталайық. Потенциал дегеніміз электр өрісінің күш сызықтары бейнеленген суреттер өріс потенциалдарының қатынасы қандай болады дейді. Бұл жерде мына суретке қарайсыздар, мына жерде кернеуліктің бағыты бізде оңға қарай кетіп жатыр. Кернеулік дегеніміз ол күш қой. Ал күш ол энергия көп жақтан пайди аз жаққа қарай қозғалу керек та. Бұл жерде энергияны сипаттайтын нәрсе потенциал, сондықтан бірінші потенциалдағы энергия көп деген сөз. Жалпы потенциал деген нәрсе ол энергияны сипаттайды. Потенциалдың бағыты энергия көп жақтан аз жаққа қарай болады. Сондықтан бұл жерде біріншісі потенциалдың энергиясы көп деген сияқты қарастырамыз. Келесі электр өрісінің оң заряд орын ауыстырғанда жасаған жұмысының зарядқа қатынасы. Яғни жұмыстың зарядқа қатынасы нені білдіреді деп айтып тұр? Бұл бізде кернеуді білдіреді. Жалпы кернеу деген нәрсе электр тоғының немесе зарядтың жасаған жұмысын білдіретін нәрсені біз кернеу деп атаймыз. Жақсы, келесі сұрақта суретте оң зарядтың біртекті электр өрісінде орын ауыстыру траекториялар көрсетілген дейді. Әр траекториядағы өрістің атқарған жұмысы. Бұл жерде енді сіздер көріп отырсыздар, үш түрлі жалпы мына 1-ден 2-ге барған ғой, соған 3 түрлі жолмен барып жатыр. Біреу мынау парабола сияқты, екіншісі түзу барып жатыр, үшіншісі осылай үшбұрышпен барып жатыр, Бірақ бұл жерде екеуі қай жолмен барса да орын ауыстырулары барлығында бірдей болады. Орын ауыстыру деген ол тек қана мына жер болады. Біз жұмысты қарастырған кезде траекторияны қарастырмаймыз. Біз жұмысты қарастырғанда орын ауыстыруды ғана қарастырамыз. Сондықтан бұл жердегі жұмыстары барлығы жерде бірдей деп атаймыз. Траекторияға қатысы жоқ, орын ауыстыруға қатысы бар деп есептейміз. Жақсы, енді келесі сұраққа тоқталайық. Шеңбер жасай орналасқан тоқ көздерін шеңбердің тек диаметрлері 2 бөлікке бөліп, арасындағы потенциалдары қандай болады дейді. Диаметрлері мен 2 бөлікке бұлай бөліп тастаған деп айтып тұр ғой. Бұл жерде енді қарама-қарсы тұрған потенциалдардың олар бір-біріне симметриялы болады ғой. Сондықтан бұлардың потенциалдары бірдей қарама-қарсы тұрған, сондықтан олардың айырмасы 0-ге тең болады деп аласыздар. Жалпы осындай шеңбер болса, потенциалдар айырымы 0-ге тең деп қарастыруыңызға болады. Енді бұл жерде келесі есебімізде, 13-ші есебімізде бізге заряд берілген, бөлшекті біртекті электр өрісінде нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырған и жұмысы берілген. Так, заряд бізде нанокулонмен берілген, 3 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі кулон. Сосын бізде жұмысымыз 12 микрожоуль. Микро деген 10-ның минус 6 дәрежесі жоуль болды деген сөз. Енді сіздерден сұрап тұрғаны потенциалдар айырымын сұрап тұр. Так, потенциалдар айырымы ол бізде жұмыстың зарядқа қатынасы. Сонымен біз жұмысты зарядқа бөлеміз. 12 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі, осыны бөлеміз 3 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесіне. 12-ні 3-ке бөлсек 4,
минус 6 3 дәреже 3 болып барады мына жақта. Сонымен бізде 4 киловольт деген жауап шығады екен. Жауабы 4 киловольт болады. Келесі есебіміз бізге заряд берілген, кернеулік берілген, сосын бұрыш берілген, орын ауыстыру берілген дейді. Енді электр өрісінің жасаған жұмысы. Бізде зарядымыз 1,6 микрокулон, микро деген оның минус 6 дәрежесі кулон. Сосын кернеулігі берілген, кернеулігі бізде 60 вольт бөлінген метр. Сосын бұрыш берілген, бұрыш бізде 30 градус деп аламыз. Сосын арақашықтықты біз d мен жазамыз осы жерде. 0,1 болды. Енді бізге жұмысты тап дейді. Жалпы жұмыстың формуласы QED бұрыш болатын болса, онда косинус альфа деген формуламен анықтаймыз. Зарядтың орнына қояйық 1,6, 10-ның минус 6 дәрежесі, одан кейін E дегеніміз бізде 60-қа тең, арақашықтық 0,1-ге тең, ал бұрышымыз 0,87 болады. Енді осының бәрін көбейтіп тастайым. Сонда бізде 8,3 микроджоуль деген жауап шығар екен. Келесі заряд пен электр өрісінің энергиясын жинақтауға арналған құрылғы. Енді заряд және энергияны жинақтауға арналған құрылғыны біз конденсатор деп атаймыз. Білесіздер, конденсатор деген зарядты және энергияны жинақтайды. Енді мына жақта тағы да тоқталып өтейік. Ваттметр, вольтметр дегеніміз ол бізде кернеуді өлшейтін құрылғы. Ваттметр дегеніміз ол қуатты өлшейтін құрылғы. Амперметр дегеніміз ол тоқ күшін өлшейтін құрылғы. Енді келесі осы сыйымдылыққа байланысты есептер. Сізге сыйымдылығы берілген. Сыйымдылығы бізде 20 микрофарад, 20 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі фарад. Потенциалдар айырымы берілген, ол бізде 50 вольт болған. Енді бізден зарядты тап дейді. Зарядты табу керек. Жалпы конденсатордың сыйымдылығы ол бізде Q бөлінген делта фи деген формуламен шығарамыз. Осы жерден біз зарядты табатын болсақ, онда сыйымдылықты жаңағы потенциалдар айырымына көбейтеміз. Сонда 20 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі көбейтеміз 50-ге. Сонда бізде 20-ны 50-мен көбейтетін болсақ 1000 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі кулон болады. Ол дегеніміз 1 микрокулон дегенді білдіреді. Келесі бізде конденсаторлар жалпы ішінен 3-ке бөлінеді. Жазық конденсатор, шар тәрізді конденсатор, сосын спиралдық конденсатор деп бөлеміз. Енді осы жерде ең көп кездесетін ол бізде жазық конденсаторы. Жазық конденсатордың астарларының арақашықтығын 2 есе кемітсе, конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгереді? Енді жазық конденсатордың формуласын жазамыз. Эпсилон нолевой көбейтілген S бөлінген D деген формула бар. Енді арақашықтық деген мына D-ны айтып тұр. Онда сыйымдылығы арақашықтыққа кері пропорционал. Енді арақашықтықты 2 есе кемітетін болсам, онда сыйымдылығы менде кері пропорционал болғандықтан 2 есеге артады. 2 есеге артады дегеніміз ол бізде басында 100% болды ғой. 2 есе артса ол 200% деген сөз. Енді басында 100%, соңында 200% болса, ол 100%-ға артты деген сөз. Яғни 2 есе артады деген 100%-ға артады деп түсінесіз. Келесі 18-ші сұрақ бізде конденсаторларды қосуға байланысты. Енді мен бұлай кете салайын. Жалпы мына жерде сіздерге айтып тұр, жалпы конденсатордың сыйымдылығын тап деп тұр. Бұл жерде көріп отырсыз, екі конденсатор бір-бірімен тізбектей жалғанған. Егер екі конденсатор болып, олар тізбектей жалғанатын болса, біз оларды көбейтеміз, қосындысына бөле саламыз, тізбектей жалғанса. Сонда біз 3-ті көбейтеміз 6-ға, 3 қосылған 6-ға бөліп тастаймыз. Сонда бізде жауабы 2 микрофарад деген жауап шығады. Сонымен жауабы бізде 2 микрофарад болады екен. Ал енді мына жерде жаңа конденсатор параллель қосылған. Параллель қосылса, біз общий сыйымдылықтау үшін 2 конденсаторды бір-біріне қосамыз. Сонда 1 қосылған 2, сонымен бізде 3 микрофарад деген жауап шығады екен. Жауабы міне осындай болды. Жақсы, келесі бізде конденсатордың энергиясына байланысты сұрақ. Сіздерге сыйымдылығы берілген, сыйымдылығы 16 нанофарад, 16 көбейтілген оның минус 9 дәрежесі фарад. Заряды берілген, заряды 4 микрокулон, 4 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі кулон болған. Енді бізден сұрап тұрғаны конденсатордың энергиясы. Конденсатордың энергиясы бұл жерде тоқ көзінен ажыратылған конденсатордың энергиясы ол Q квадрат бөлінген 2-сі.
Енді қосымша формулаларын жаза салайын. Конденсаторға электр өрісінің энергиясы С U квадрат бөлінген 2 мен табуға болады. Немесе мынандай да формула бар. Q бөлінген 2 деген. Так, енді зарядтың орнына қоям. Мына жақта 4-дің квадраты 16, оның минус 12 дәрежесі болады. Бөлінген 2, бөлінген 16, көбейтілген оның минус 9 дәрежесі. Мына екеуін істейді. Қысқарады, сонда бізде 0,5 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі жой болды. Бұл дегеніміз А болады деген сөз. Міне, құрметті оқушылар, бүгін мысалы біздің өзіміздің сіздермен конденсаторға байланысты есептерді талқылап бітірдік. Сонымен біз бүгін бізде 5-ші нұсқаны талдап отырмыз. Мен Алла қаласа сіздермен 40 нұсқа талдаймын деген ойым бар. Сондықтан қолдап жүріңіздер, сау болыңыздар.